Құрметті достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін қорадамыз, тауықтарымыздың түскі асын беріп жатырмыз. Осындай суға түсетін жасап қойдық, мінекей. Осыған суға түседі достары. Так, тауықтардың мінекей жем суын беріп жатырмыз. Қазір үйден шыққан отход андай-мұндайларды беріп жатырмыз. Таңертең енді өздерінің жемдерін жеп алған бұлар. Көлинератсты. Енді түскі уақыттарын түстен кеткен уақыт қой енді қазір. Сағат примерно 3 или 4 болып отқан шығар. Қазір үйден шыққан жемді беріп жатырмыз, далаға шығарып. Соларды жеп жатыр қазір. Жеме жүре берсін. Енді тағы бір 5 тауық алу керек. Әлі қарап жатырмын тауықты қазір. Ыңғайға шыққан тауық болса бір 5 тауық сатып аламыз, ала қосса. Әзірге осылар тұра береді, осылай жүре береді. Иә, етін демал. Түсіңдер суға. Ертең ала қосса, мұны жерде беті бітеп керек болып тұр. Адан бұлайна. Мұнан бұлайна бітеп тасақ, бір панерден, анда панерлерден. Сонда тауықтар осы жақтан ешқайда шыға алмайды. Осының ішіне жүретін ол жасақ қой керек болып тұр тауықтарды таңертеңнен кешке дейін. Ана шарбақтың сыртына шығып кетіп тұр айтты тауықтар. Енді менде әлі забор қоршалған жоқ қой. Ана жерлер ашық тұр ғой. Соның арасынан шығады да кетіп қалып отыр ғой. Ана тауық кеше солай кетіп қалды көршіге мысалы. Сондай жағдай болмау үшін осы жерде бітеп тастау керек болып тұр.